Ағаш тамырсыз, ел тарихсыз болмайды. Ежелгі Ақтоғай, ұлы дала елінің тарих қазынасына айналған өңірі Сарыарқаның, оның байырғы құрамдас бөлшегі орталық Қазақстанның. Оның ішінде Арқа өңірін мекендеген жұрттардың ежелгі тарихының тамыры тереңнен бастау алған. Сарыарқа солтүстігінде Батыс Сібір ойпаты, оңтүстігінде Балқаш көлі, батысында Торғай жазығы, шығысында Алтай, Тарбағатай таулары қоршаған кең алқапты, шоқылы, таулы, жазық далалы өңір. Жер қойнауында сарқылмас қазыналы кен байлығы бар. Жер бетінде тас дәуірінен бастап адамзат ұрпақтарының өмір сүру кезеңдерінің көне тарихтары сақталған шежірелі мекен. Сарыарқаның Қарқаралы, Ақсу-Аюлымен іргелес, Балқаштың көлімен, Бетпақтың шөлімен шектесетін алқабында орналасқан Ақтоғай ауданы көне археологиялық ескерткіштер арқылы бұл өлкенің сонау неолит дәуірінен бастап қола, сақ, ғұн, түрік, қыпшақ дәуіріне дейінгі мың жылдықтар бойында адамдардың тұрақтарына айналғандығын айғақтайтын деректерді жер ананың қойнауында құндақтаған абыз дала. Ақтоғай Алаштың рухы оянып, ұлылардың ізі қалған қасиетті мекен. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейхановтың қайраткерлігі, бұлбұл үнді Күләш Байсейітованың әні, Дүлдүл Манарбек Ержановтың дәстүрлі жыры осы топырақтан бастау алған. Бұл қазақ мәдениеті мен рухының алтын бесігі. Сол ұлылардың сарқыты, қасиетті топырақтың бүгінгі жұрнағы белгілі ақын Бағдат Мүбәрак. Бағдат Мүбәрак 1978 жылы 17 ақпанда Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында Ақтоғай селосында туған. Өмірхан Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінің филология факультетін 1998 жылы тәмамдаған. Қалалық Балқаш өңірі, облыстық орталық Қазақстан газеттерінде және Қазақстан Қарағанды телеарнасында, Қазақ радиосында қызметтер атқарған. Облыстық, республикалық жыр мүшәйраларының лауреаты. 2009 жылы мемлекеттік тапсырыспен Жалын баспасынан Құснихат атты жыр жинағы жарық көрген. Бағдат Мүбәрак кейін кезде жарқырап, жарқ-жұрқ етіп жайылатындай лапылдап өзінің ақындық қуатын көрсетіп келе жатқан қабілетті, талантты ақын азаматтарымыздың бірі. Қазір Қарағандының әдеби ортасы үлкен мықты ортаға айналған ел жұрттың бәрі біледі. Сол әдеби ортаның ішінде Бағдат ақынның өз орны бар. Өзін көңілсіз ойлардың жетегінде жүретін күйреуік ақын санайтын Бағдат шын мәнінде өмірде өте ақ жарқын адам. Аңқылдап әңгіме айтқанда аузын ашса жүрегі көрінеді. Әр сөзіне сенесің. Осы поэзияға келуім әрине менің әкем тікелей ықпал болды. Өзінің әкесі мінезді кісі болған Бағдаттың. Тіке ешкімге мойын сұнбайтын ақын болған. Әкесі үлкен ақын болды, аудандық газеттің редакторы болды. Бағдат сол әкесінің арманы болып туған ақын болу керек шығар меніңше. Ол кісі бір бетке кісі болды. Тіпті менің ақын болуыма да қарсы болды. Сенен ақын шықпайды деп айтатын маған. Бірақ кетер кезінде қатты сеніп айтты. Саған ғана сенем. Меселімді қайтарып, мысыңды басқаныма кешір. Сенен мен үміт күтемін деді. Ауылға Дәуітәлі Станбеков, Серік Ақсұңқарлы, Абзал Бөкен барлығы жиі келетін біздің үйде болатын. Сол кезде солардың өлең оқығандарына барлығында мен қасында отыратынмын. Қатты қызықтым. 89-90 жылдары Бағдат алғашқы оқушылар ақындар айтысына қатысып жүрді. Оның тіл шеберлігі сол кезде пайда болды. Үлкен шешеміз осы бірінші айтысқа қатысқан кезде ауырып қатты. Сол кезде бұның
телевизорды қостырып қойды бізге. Өзі негізі сол шешеміз өзі көшкін елі. Сол кісіде сондай қасиет бар ғой деймін, ақындық қасиет өздерінің нағашыларында, жаңа менің жолдасымның. Содан жаңағы телевизордан бұның несі естілгеннен кейін ана кісі менің арманым жоқ, артында жұрағат қалды деп жан тапсырды. Осы Бағдаттың несіне қуанып, батасын берді. Көктем келеді жырын алып, жазда келеді нұрын алып. Сүйген сәулем қашан келер, махаббаттың гүлін алып. Сүйген сәулем қашан келер, махаббаттың гүлін алып.